Ал құрметті көрермен, біз бүгін Түркістан газетінің студиясында отырмыз. Сол студияда мына YouTube арнадан бір алғашқы сұхбатымызды жария етсек па деген ниетіміз бар. Бүгінгі тақырыбымыз осы ұрпақ тәрбиесіне арналады. Студиямызға біздің Түркістан қаласының құрметті азаматы, қалалық ақсақалдар мен билер алқасының төрағасы, облыстық ақсақалдар алқасының төрағасының орынбасары Рысбеков Қыдырәлі Оспанұлы келіп отыр. Ендеше Қыдырәлі Оспанұлы, сұхбатымызды бастасақ, енді сіздің осы жасыңызға қарамай, осы уақытқа дейін сіңірген еңбегіңізді енді біз қазір уақыт созып атап өтпей қояйық. Қазір сұхбат барысында да айтыла жатады. Енді мынау әлеуметтік желіні меңгеріп, өзіңіздің ойларыңызды, әсіресе осы жастардың тәрбиесі, қоғамдағы осы жастардың орны жөнінде көп жаңағы посттар, мақалалар жариялап отырасыз. Онымен таныспыз. Енді бірінші сұрағымыз, сізді осы қоғамда жастардың мәселесіне қатысты не мазалайды? Осы бір кеңірек үстіп бір бастасақ. Мәке, рахмет. Өте бір өзекті мәселені қозғап отырсыз. Мына қазіргі бізді аға буын дейміз ғой біз енді. Бізді өте толғандыратын ұрпағымыздың келешегі, ұрпағымыздың ертеңі. Мен айтар едім, ұрпағымыздың ертеңі бүгінгі жауапкершілікте. Осы бізді көп мазалайды. Өйткені қоғамда болып жатқан әртүрлі жағдайды көреміз. Кейде бір жағына сүйсінесің, бір жағына көріп жандегі ішің шамалық, жандегі нағылады, қынжылады дегендей жағдай болады. Осыны мен бұл туралы көп мақалалар жазып жүрмін. Мысалы, анау Қазақ үні газетіне шықты, Оңтүстік Қазақстанға шықты, Мұнара деген анау имамдардың журналы газеті бар, оған шықты. Енді бұлай қарасақ, мен ойлаймын, әрбір ұлтының болашағын ойлаған азаматтың бұл парызы деп ойлаймын. Мен сол бір өзі ойларымды жинақтап келіп, мен мынандай бір не түздім жақында. Синергетикалық ұлттық тәрбие бағдарламасын 26-30 жылға дейін, шамам келгенше анаяқтан іздеп, мынаяқтан іздеп дегендей түздім. Бұндағы мақсаты мынандай. Мынау ұлтының болашағын ойлаған әрбір азамат, әрбір сала, мысалыға, мынау бірігіп, мысалға айтайын, отбасынан бастап, отбасы, балабақша, мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындары, қоғам, соның ішінде аға буындар, мынау дін саласында істейтін азаматтар, мынау ақпараттық құралдар, телевидение, ақырында келгенде мемлекет барлығы бірігіп, бір мақсатта, бір бағытта жұмыс істесе, бұның нәтижесі жоғары болады деп ойлаймын. Мысалыға, мінеге осы бағытта мен жайындегі осы бағдарламаны түздім. Ол мен бұл бағдарламам, мысалы, отбасынан басталады. Қараңыз, ұлттың болашағы ұрпақ. Дұрыс па? Ал енді ұрпақтың болашағы не? Ұрпақтың болашағы тәрбие. Ал енді осы тәрбие қаяқтан басталады? Тәрбие отбасынан басталады. Біздің бабаларымыздың бір қанатты сөзі бар. Тәрбие тал бесіктен дейді. Енді сұрақ туады. Сол тал бесіктің ағашы кім? Ол тал бесікті тербететін кім? Көрдіңіз бе мінекей? Мына Мағжан Жұмабаев айтады. Тәрбие деген бұл жай сөз емес дейді. Тәрбие деген ұлттың тағдыры дейді. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет жандегі сөздер айтылған. Мысалыға қараңыз. Әке, мен ойлаймын, әке деген тәрбиенің ұстазы. Ал ана, мейірім мен махаббаттың, рухтың бір ұстаз сияқты көрінеді маған. Өйткені қараңыз, Алла тағала мына 18 мың әлемді, соның ішінде мына біз адамды, біз Алланың пенде құлымыз олай айтқанда, бізді өзінің керемет рахымдылығымен, мейірімділігі, махаббатпен жаратты. Көрдіңіз бе? Бәріміз махаббатпен жаратты. Ал неге біз сол ауыл Алла тағаланың бұл жаратқаны, бұл бізге аманат. Аманатқа біз адал болуымыз керек. Аманатқа адал болу үшін не болуымыз керек? Бір-бірімізге деген махаббатымыз болуымыз керек. Мінекей, соны ойлаймын. Сол махаббат мынау отбасынан басталу керек. Енді қараңыз, енді өмірді көріп жүрміз ғой. Кейде жақсы өнегелі отбасылар көп, Аллаға шүкір. Бірақ енді бір кемшілікте қатар жүреді ғой енді кейде.
кейбір отбасылардың несін көріп жаңағыдегі шамалы қынжыласын. Ол баласына тәрбие бермек түгіл, оның өзіне тәрбие керек. Қараңыз, мынау бала Абайдың анау бір қара сөзін айтады. Бала дейді, өмірге келген кезде дейді, адам негізінде тән мен жаннан тұрады. Тән, жан. Жан тәннің қонағы. Тән былайша айтқанда қонағы, гостиница дейміз ғой. Ал жан соның қонағы. Енді Абай айтады. Бала өмірге дейді, туылған кезде дейді, мысалындегі анау тән, мысалға не, ішсем жесем дейді. Бірақ шамалы былай сөйлей бастағаннан кейін онда дейді жан қуаты, жанға деген махаббат пайда болады дейді. Мысалға анау не, мынау не, анау ап дейді, мынау не деп бала сұрағыш келеді. Қараңыз ба? Сонда баланың жан тәрбиесіне деген ынтасы зор. Айтады, кейіндірек дейді, былайша айтқанда тәні дейді, жанның алдына басын иіп тұр дейді. Рас па? Рас. Ал енді дейді, ол есейгеннен кейін дейді, есейгеннен әртүрлі фактордың туылған кезде ол Алла Тағаланың берген махаббаты. Алла Тағаланың берген махаббаты, Алла Тағаланың берген қасиеттері. Ол сонымен өмір сүріп жатыр. Жаңағы кішкентай нәрсе. Ал енді мына ер жеткен кезде әртүрлі факторлар бар. Сыртқы фактор, әке шешесінің тәрбиесі, ортасының факторы, қоғамның факторы деген. Солардың әсерінен дейді, кейбір жағдайда дейді, анау есейген бала дейді, жанын тәннің алдына бас игізеді дейді. Көрдіңіз ба? Мінекей, қарап тұрсаңыз, бұл керемет үлкен философия. Сондықтан айтайын дегенім, ең бірінші жаңағыдегі отбасынан бастау керек. Мынау мен енді сөзіңізді бөлейін. Ең бірінші отбасынан бастау керек дедіңіз ғой тәрбиені. Жаңағы айтылып жатқан мәселелер шынында да қоғамдағы өте өзекті мәселелер. Иә. Енді әр шаңырақта бала тәрбиесіне қатысты сіздің бір жаңағы айтып жатқан жобаңызда бір ұсыныстар бар ма? Нақты мынандай қадам жасасақ, біз осының бір түбінде осындай бір нәтижеге жетеміз деген сияқты. Мен айтып отырмын ғой, мына мен синергетикалық бағдарламамда 7 блокқа бөлдім. Соның бірінші блогы жаңағы отбасы. Біз отбасында бірінші алуымыз керек. Одан кейін балабақша, артағырай. Енді мен сонымен отбасыға тоқталып кеттім. Одан кейін балабақшаға тоқталамын. Одан кейін мектеп, жоғары оқу айтарлы кете береміз. Енді қараңыз. Мынау қарап отырсақ, отбасыдағы ата мен әке мен шешенің тәрбиесі, өзінің тәрбиесі, өзінің болмысы, былайша айтқанда. Сондықтан мынау жас отбасыларға мен айтар едім. Мынау жас отбасыларға тәрбиенің қағидасы деген курс ашу керек. Яғни білесіз бе? Мынау бізде қазір Қазақстанда мынау баяғы Есенгінің арасындағы ең ажырасу көптің бірі біз болып тұрмыз. Жастардың ажырасу. Ал енді қараңыз. Енді сол жастар ажырасып жатқан жастың семьясында баласы қандай ол тәрбие алып отыр? Күнде әкесімен ұрсып жатса, бір-бірін айқайлап жатса, бір-бірін жаңағыдай сөгіп жатса, ол бала қандай тәрбие алады? Көрдіңіз бе? Әңгіме қайда жатыр. Сондықтан осы курстың мақсаты жаңағыдай біз былайша айтқанда сен семья құрдың ба? Оның қадірін біл. Оған дайын бол. Алла Тағала саған аманат ұл қыз туғызды ма? Ол Алла Тағала аманаты. Сен соған адал бол. Сол үшін соны біз жолға қоюымыз керек. Бұл жаңағыдай отбасынан басталады. Ал енді екінші балабақша. Балабақшада мынау мен біраз балабақшаларды көрдім. Мына бізде 2023 жылы оқу ағарту министрлігінің бір тас тәрбие деген бағдарлама шықты. Мен мына оқу ағарту деген сөзді де, мәке, өзім былай түсіндім. Мынау Абай айтады ғой, жаңағыдегі ілім ізде, ғылым ізде дейді. Сөйтіп, жаңағыдегі ілім іздесең, ғылым іздесең, сол арқылы адами құндылықты білсең, сен өзің жүрегіңді ағартады екенсің. Мен ойлаймын да, оқу ағарту деген сөз қайдан шықты деп бұлай ойладым. Значит, сен өзің іздену оқу арқылы рухани деңгейіңді арттыру арқылы өзіңнің жүрегіңді ағартып жатсың. Өзі Алла Тағала адамға жүрек береді. Жүректің айнасын береді. Қараңыз. Енді ал енді мына жаңа туған кезде ағаз баланы біз періште дейміз ғой. Оның жүректің айнасы таза болады деген. Таза айнаның бетіне Алла Тағала өзінің жұмбақ жарықтарын түсіреді. Сол кезде сол жұмбақ жарық ол жан жағына сол қасиетімен шашырайды. Баланы періште дейміз ғой. Не періште? Оның бойында керемет арамдық деген жоқ, зұлымдық деген жоқ оның бойында.
Ол Алла Тағаланы жаңа түсірген сондай керемет сәулесін жан-жағын шашып өзіне алып жатыр. Ал енді сол айнаның беті мысалға шаңды отырса, кірлесе, Алла Тағаланың түсірген жарығы ол бөтен қасиетпенен жан-жағын атырайды. Сөйтіп жаңа зұлым, жаңағыдай парақор, әділетсіз нәрселер туады. Сонда жаңағыдегі анау Руми деген бір шығыстың бір философы бар. Сол кісі айтады. Былай дейді. Жүрекпен дейді, жүректің айнасында бір-ақ айырмашылық бар дейді. Қандай айырмашылық дейді? Жүрек дейді сырды жасыра біледі дейді. А жүректің айнасы жасыра алмайды дейді. Сондықтан мен айтайын дегенім, мына отбасы өзінің жүрегінің айнасын бетін таза ұстау керек. Ол үлкен философ, біз уақытымыз жетпей айта берсек. Енді мына балабақша. Сонда мен жанындегі 2025 жыл оны адал азамат деп жаңа программаны шығарды. Осы 25-ші биыл желтоқсанның 11 күні оған қосымшалар енгізді. Мен оқып шықтым. Керемет. Ана Тошка Запитайдан оқып шықтым. Керемет. Енді бірақ ол жерде оны жалпы бағыт бағдар берген. А оны енді ішінде қалай асырып жатыр? Қандай форматта, қандай деңгейде? Сол жанындегі тәрбиені беретін тәрбиешілердің өзінің деңгейі қалай? Әңгіме осында. Мен айтайын дегенім, мынау балабақшада мынау адамның, баланың былайша айтқанда ішкі жан дүниесі, оның рухани болмысы қалыптаса бастайды. Мысалға тілге деген құрмет, ұлтымыздың ұлттық құндылықтарына деген құрмет. Мысалға мен айтар едім, мынау біз айтады ғой, адам біз кейде біз ақыл айтамыз, өсиет айтамыз, бірақ сол қасиет өзіңіздің бойыңызда болмаса, оның әсері болмайды. Ал егер де анау тәрбиешінің бойында ондай нәрсе жоқ болса, ол қалай болады? Баяғыда бір кісі бір данышпанға баласын апарып, мына балам медті жақсы көреді деп, осыны емдеп берші деп, бір тәуіпке апарған жәнде. Сөйтсе ана кісі енді келіп көріп 40 күннен кейін келді депті жәнде. 40 күннен кейін келеді, сөйтсе айтады дейді, енді мед жеме, ол зиян деп дейді. Сөйтсе ана әкесі сұрмай ма? Ой, сіз осыны баяғыда айтуыңызға болады. Ол кезде өзімде мед жейтін деп айтады жәнде. Сол айтпақшы, осындай қасиет болу керек. Менің көзім жеткені, мынау балабақшада, мектепте тәрбие беретін жәндегі тәрбиешілердің деңгейі соған лайықты болу керек. Сол үшін тәрбиелік құндылықтардың 12 модуль деген бір несі бар. Мысалға бір нәрсенің өзін жан-жақты келтіру керек. Айталық, мысалға сәлемдесу туралы. Ассалаумағалейкум дегенде, соны мысалы бір былайша келтіру керек. Екінші жол бір көрініспен келтіру. Үшінші осыны айтады 12 модуль дейді. Одан кейін мысалға үлкен кесет, ата, әже деген осындай ұлтымыздың киелік қасиеттердің бастама нелерін фундаментінде жатқанда өстіп қалыптастыру керек. Бұл балабақшадағы нәрсе. Енді айтар едім, мынау кейде мен жақында бір не енді Аблона енді маған ренжімесін енді. Мен Аблонаға бардым. Одан кейін Гаронаға бардым. Облыстық білім басқармасына. Облыстық білім басқармасына, қалалық білім басқармасына бардым. Біз дедім бір-екі ақсақал өзіміз спонсор болып, мынау дедім балабақшадағы тәрбие жұмыстары қалай жүріп жатыр. Соны біз былай көріп танысайықшы дедім. Тексеру емес бізде мақсат. Танысайықшы, көрейікші. Соны жаңдегі бірге ары қарай алып барайықшы дедім жаңдегі. Енді дедім сол жаңдегі тәрбие сағаты бір үлгілі болатын болса, қалған балабақшалар соны жүргізсін дедім жаңдегі. Біз оларға дедім бірінші, екінші, үшінші орын деген бермейміз дедім. Олар бәріне бірінші орын береміз дедім. Соны маған білмеймін, уақыттары болмады ма, балабақша тауып беремеді. Мен енді қараңыз. Бұл өкіметтің балабақшасы, жекеменшік балабақшалар. Одан мен медресеге бардым. Медресенің дегі балабақша менен мынаны балабақшаның деңгейі әжептәуір. Мен мен балабақшадан нағаным мына бір оқиға маған бір себепкер болды. Бір неден оқыдым да мен. Бір тәрбиеші балабақшада жаңағыдай сурет салдырып жатады. Сөйтсе бір бала жүрек салады. Жүректің ортасына есік салады. Сосын тәрбиеші сұрайды: "Ай балақай, жүректе есік бола ма?" дейді. "Есік болады" дейді. Қарап тұрып, "Ал енді бұл есік болса, тұтқасы жоқ та суретте. Бұның тұтқасы болмайды" дейді жаңағыдай. "Тұтқасы қайда бұның?" дейді. "Апай" дейді, "оның тұтқасы сыртында емес, ішінде болады" дейді. "А неге ішінде болады" дейді. "Себебі ол ішінен біз ашамыз." "Кімге?" дейді. "Алла Тағала ашамыз" дейді. Енді менде сұрақ туды. Мына кішкентай нәрседе бұл қандай ортада өсті? Қандай онда мынадай бір сондай бір керемет қасиет оның жанындегі болмысында пайда болып тұр? Ойланатын жағдай. Сосын ойладым,
сасырым ана балақша енді ана кейбір балабақшалар нелер режимес маған бірақ ана дейді ауруын жасырған адам өледі деген мақал бар бізде. Біз өзіміздің кемшілігімізді дұрыс істей білуіміз керек, соны бірге жөндеуіміз керек. Мінеки айналайын, мен айтайын дегенім балабақшадағы осы нәрсе. Енді мынау мектептегі мәселе. Баланың негізгі ортасы, достары да, орада да тәлімгерлер, ұстаздар бар. Осыған қатысты не айтасыз? Мүмкін жаңағы өзіңіз айтқандай балабақшаларға бару, балабақшаны жаңа көрейік дедіңіз, білім басқармасынан сұрадым деп жатырсыз. Енді мектептердегі жағдайды бала оқыттыңыз, өзіңіз де тәрбиелеп отырсыз. Бір кейде қарны ашатын жағдай болмай ма? Мен мына қалалық қоғамдық кеңестің мүшесімін. Біздің төрағамыз Сүлей деген азамат, керемет Сүлей деген Арыстан Сүлеймен, иә, өте тамаша жігіт. Мен бұрын былай тайын, бірақ жақында бұдан былай өзім көріп, бойында қасиетін көріп өзім бір сүйсіндім. Сонда біз біздің жоспарымызға мектепті балабақшаны кіргіздік. Біз бір тексеру мақсатта емес, танысу дегенде. Сонда біз біраз мектепті араладық, өзім басы болып араладым. Көптеген жұмыстар жүріп жатыр, тәрбие жұмыстар жүріп жатыр. Рахмет енді. Мұғалімдердің жұмыс бар ғой енді. Бірақ бір көзім жеткені, тәрбие сағатынан өтетін мұғалімдердің жәндегі тәрбие сағат жәндегі былайша қалай айтсам болады, шамалы кейбіреулердің деңгейлері шамалы соған жете бермейді. Мына қараңыз. Бізде президентіміз өзі айтты. Ұлтымыздың деді, ұлттық құндылықтарын деді, жастардың санасына кіргізіңдер деді. Енді сұрақ туады. Мысалы қараңыз. Ұлтымыздың ұлттық құндылықтары әркім әртүрлі оның көлемі үлкен мысалы. Мысалы ата-баба дәстүр, салт дәстүр ол көп нәрседе кіріп кетеді. Енді қараңыз. Біз қалай кез келген ұлтты да негізінде қарумен күшпен жоя алмайды екенсіз. Ұлтты жою үшін оның ішкі жан дүниесіне ұлтты жоятын, ұлттық құндылықтарды жоятын жәндегі де ана селитар себу керек те. Сөйтіп ұлттық құндылығын жұрдай бола ма, оның дүние танымы өзгереді, болмысы өзгереді, ұлт жойылып кетеді. Сондықтан басты принцип мынандай болу керек. Басты принцип. Біз жастарымыздың ішкі жан дүниесіне мынау ұлтымыздың ұлттық құндылықтарының мәңгілік өлмес болмысы бар тарихи тұлғаларымыздың өсиеттерін, қасиеттерін, бойларында қасиеттерін дәнін себуіміз керек, ішкі жан дүниесіне. Сөйтіп сол дәнді өсіруіміз керек, суғаруымыз керек, арам шөбін жұлуымыз керек, мәпелеп өсіруіміз керек. Өскеннен кейін оның біз жемісін көруіміз керек. Енді қараңыз, біз кейде өйтпейді дейміз. Балалар оны тек қана былай тыңдап қана қояды. Қабылдай деңгейі қандай деңгейде? Біз осы әрбір айтқан өсиетіміздің, ақылымыздың, айтып жатқан, көрсетіп жатқан қасиетімізді бала түсінгенде оны әр мәнін, мазмұнын терең фальсафалық деңгейде дейді айтады. Фальсафалық деңгейде, биік деңгейде деген. Мейлі биік деңгейде болмаса да терең өзі талдап, мысалға түсіне біліп, өзінің санасына саналы түрде енгізе алса, сол айтқан ақылдарды, өсиеттерді, қасиетті өзінің өмірінің күнделікті әдебі мен әдетіне айналдыра білсе, ол кезде мынау рухани бай, мұхиттай терең ойлы, асқар таудай биік рухты болмысы кемелденген тұлғалар пайда болады. Біздің, мен айтайын дегенім, біздің қоғамның ең негізгі бағытымыз міне осы болу керек. Біз сондай тұлғаларды жәндегі тәрбиелеп шығаруымыз керек. Ол тұлғалар біздің бабаларымыздың аманатын адал көшін жалғастыратын ұрпағы болады. Біз енді анау айтады ғой, бір ненің үлкен бір дана кісінің мынандай бір сөзі бар. Сен жұрттың бәрін дейді көтере алмайсың дейді. Неге? Бірақ дейді, көтере алмасаң дейді, олардың көтеруге деген талабын өлтірме дейді. Яғни біз қоғам талабын өлтірмеуіміз керек. Мінекей мектептердегі не осы. Енді мен анау барғанда айттым, директорға айттым. Айналайын дедім. Сенің дедім, мынау сенің пайдаң дедім. Біз бір жәндегі тексеру үшін келген жоқпыз. Ақылдасып, бірлесіп көріп, осы тәрбиені арғы қалай жандандырамыз, оның өмірін қалай ұзартамыз деген мақсатта келіп отырмыз дедім. Сен оны дұрыссың дедім. Мысалы дедім, бір мұғалімнен сұрадым. Сіз дедім, мысалы дедім, ұлтымыздың ұлттық құндылықтарын қалай сіңіресіз дедім. Балаға тәрбие сағатында өтеді мысалы, қалай сіңіресіз дедім. Маған соның іске асыру тетіктерін айтып беріңізші дедім. Қараңыз. Ал енді дедім, соны дедім, жаңағы қасиетті енгізу үшін
Сіз кімнің шығармаларын оқыдыңыз мысалға? Кімнің шығармалары? Біреу былай, біреу былай. Енді қараңыз. Ал енді сол ұлттық құндылықты сіңіру үшін анау тарихи тұлғаларымызды білу керек. Тәрбиеші, мұғалім былайша айтқанда, Яссауиді, Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүр Жүсіпті, Жүсіп Балсоғын, сонда көп қой біздің нелеріміз, мысалға Алаш арыстарының, мысалға олардың тарихымен танысу керек, өмірбаянымен танысу керек, олардың айтқан өсиеттерімен танысу керек, шығармаларымен танысу керек былайда. Сол кезде ана мұғалімнің беріп жатқан тәрбиесінің сапасы ерекше болады. Ерекше болады. Жоғары болады. Мысалы қараңыз, ана көп үлкен ғұламалармен әңгімелесесің ғой. Былайша адаммен әңгімелеседі. Сонда екеуі бірақ сөз айтып отыр мысалы. Мейірім деген сөз айтып отыр. Ана кісінің мейірім деген сөзі бұның өзі керемет әсер етеді. А мына кісінің бөтенше әсер етеді. Сондықтан айтайын дегенім, егер де мынау ұстаздар өзін рухани биік деңгейде көтере білсе, ол тек қана өзінің оқушыларына ғана емес, жүрген жерінде де ол әсер етіп отырады. Ана пән сабағын беріп жатқан, мысалы математика, физика, химия беріп жатыр, биология, оған да сол жанындағы әсер етеді. Ол ана пәнді бөтенше форматта өтеді. Баланың санасына сондай бір гипноз сияқты неменен енгізе алады. Міне, біздің мақсатымыз осы болу керек. Мен айттым, енді біз бұны қалай жүзеге асырамыз? Ол мынандай. Біздің тарихи тұлғаларымыздың тарих арқылы өмірбаянын, нелерін, шығармаларын деген. Мен былай айттым. Мысалға әр мектепке дедім. Мысалға бір мектепке, мысалға бізде 38 мемлекеттік мектеп бар екен. Жалпы Түркістанда 84 мектеп бар екен. Ана қалғанда жекеменшік. Енді қараңыз, біз 38-ден бастайықшы жаңағы. Мысалға бір мектепке Яссауиді берейік. Биылдың өзі білесіздер, ана мысалға Қазақстан Республикасының бас мұсылман діни басқармасы биылғы 26 жылды ислам және адал қоғам деп жариялады ғой. Бұл керемет нәрсе бұл. Сонда бірақ оның негізгі өзегі Қожа Ахмет Яссауи ілімі. Мысалға бір мектепке Яссауиді берейік. Бір 5 мектепке дейік. 5 мектепке Абайды берейік. Анаған Мәшһүр Жүсіпті берейік, Шәкәрімді берейік. Сондай. Сөйтіп, мысалы сол мектептер осы тұлғалардың жәндегі өміріменен, шығармаларменен былайша айтқанда, болмысыменен былайша айтқанда толық таныса түссе, оқи түссе, бірінші мұғалімдер өсу керек. Директорға айттым, сен бірінші мұғалімдерден баста дедім. Ал мұғалімнің бойында жоқ болса, ол оқушылар қалай береді ол? Бірінші мұғалімнен баста дедім. Одан кейін анадан баста. Енді біз бітейік. Енді біздердің мынау аға буындар міндетіміз не? Жаңында мен айтып отқан елдердің міндеттері не? Мына бізде тендері жарылады. Мәдениеттің әртүрлі іштер, керемет іштер өтіп жатыр. Бірақ енді кейде бір адам қарны ашады. Соның көбісі отчет сияқты. Аудиторияны көп қамтымайды. Енді қараңыз. Енді дедім, біз бір спонсор табайық. Мен мысалы мен Түркістан көпсалалы жоғары мектеп колледжінің директорымын. Мен өзім мұғалімдеріме биыл былай нағылдым. Тапсырма бердім. Абайдың 45 сөзін дедім, бәрін дедім. Қара сөзін оқисыңдар, жаттайсыңдар, оның мән-мәнін ашасыңдар дедім. Енді мен олардың арасын жариялаймын жаңағы. Сол айтпақшы, жаңа мектепке мен бір спонсор табайын. Немесе қараңыз, мен бір жаңағы юбилейімді атап өтейін деп жатырмын. Немесе бір әкесіме ас берейін деп жатырмын. Мен анау жаңағы дастарханнан шамалы қысыңқырап, бір шамалы ақшаны мен саған бөлейін. Мен апарамын ана мектепке. Өткіземіз жаңағы. Мұғалімдер өткіземіз. Оқушылардан өткіземіз. Мысалы Абайды жаңағы оның сценарийін жазады ғой, қандай форматта өткізу керек, кімдер отыру керек, бұл былайша ғой механизмдерін жазады. Ана балалар оқиды. Так. Одан кейін келесі мектепте мысалға Шәкәрім. Тоже бір сіз мысалға балаңызды тұсауын кесейін деп жатсыз. Мәке сіз барасыз өткізесіз. Ана бір мектепте мысалға Яссауи. Мысалға мінеке біздің колледжіміздің жаңағы президенті Сәлиба Шалқаров өте үлкен ғалым. Сол кісі жаңағы бірінен налай өткізейін деп жатыр. Осындай. Мысалға анау бізде енді көп қайырлы жұмыс жүріп жатыр ғой, дұрыс қой енді. Бірақ соның негізгі бағытын мен ойлаймын, тәрбиеге беру керек деймін. Міне, осы кезде қараңыз, біздің мұғалімдерімізде
өзгереді, танымы, оқушыларымыздың да танымы өзгереді. Міне, бұл керемет нәрсе. Жалпы ұрпақ тәрбиесіне қатысты әркім өзінің бір үлесін қосу керек деп отырсыз ғой сіз. Иә. Енді осыны бір тарқатып айтсақ, нақтылап. Сіз жаңағы мысал үшін мен бір той өткізетін болсам, баламды үйлендіру тойын. Мен оған жаңағы аста төк қаржы жұмсамай, үнемдеп жұмсап, негізгі бөлігін, немесе бір 3-тен 1 бөлігін жаңағы мектептерде белгілі бір деңгейде байқаулар өткізіп, соған жұмса дейсіз ғой сіз. Соған жұмса дедім. Осыны тағы бір толықтырып айтып беріңізші. Мысалға, басынан. Мен осыдан бір мақтаныш емес, мен жұрттардың құлақтарына не деп айтайын деп отқаным ғой. Мен осыдан бір 10 шақты жыл бұрын әке-шешеме ас бердім мен. Мен мынандай қалталы азаматтарымда ой салдым. Мен мынандай формат өткіздім. 28 жасқа дейінгі балаларға мүшәйра, ата-анаға құрмет, ұрпақ алдындағы міндет деген мүшәйра жырадым. 300 өлең түсті. 300 өлең жинап бір кітап шығарып шығардым. Сөйтіп жаңағы балалардың бәріне тегін тараттым. Мектептің бір балалары менің өлеңім кітапқа шықты деп. Бұл не үшін алдым? Неге біздің баяғыда бабаларымызды қартайған әке мен шешесін мысалға қарттарына берген деген болған емес ол. Олар үшін ол үлкен намыс, өліммен тең болған мысалда. А неге қазір біздер жаңағы қартайғанда әкеміз бен шешеміз қарттар үйіне беріп жатырмыз? Осы болмасыншы деп жаңағы мен соны алдым. Сөйтіп жаңағы комиссия 15 өлең таңдап алды. Сөйтіп 15 өлеңді біз аудиторияда тыңдадық. Жыламаған адам қалмады. Аллаға шүкір дедім. Ойпырмай біздің де осындай бір жастарымыз бар екен ғой дедім жаңағы. Ата-анаға деген құрметін жаңағы белгіледім да. Сөйтіп 4 орын белгіледім. 4 орнына ақшалай өзім сыйлық бердім. Екінші, біздің ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлеріміз. Ол ұлтымыздың ұлттық құндылықтары ол. Соған жаңағы конкурс жариядым. Колледждер арасында 4 орын. Мынау тұсаукесер, 5 сал емес, ұмытылып кеткен салт дәстүр жайлы. Жаңғыртықта біз айтқанда, оған 4 орын белгілеп нағылдым. Үшінші, мынау жастарымыз білімге, ғылымға, соның ішіндегі ілімге, адами қасиеттерді алатын, ілімдерге жаңдегі махаббаты арсыш, ниеті арсыш, ықыласы арсыш деген мақсатта жаңдегі жақсы оқитын біраз студенттерге 1 семестр өзім қалтамнан стипендия бердім. Қалтамнан. 4-ші қайырымдылық жасадым. Мұны айтайын дегенім, мен қалталы азаматтарға осындай іс-шараларды көбейтсек деген нәрсе айналайын. Мынау өзі мына яссауи философиясын оқып отырсаңыз керемет нәрсе. Ол енді көп уақыт алады. Мен айтайын дегенім, біздің жаңағыдай осы. Енді әр деңгейі бар ғой. Міне осы нәрселерді біз жаңағыдегі мына жерде мен синергиялық ұлттық тәрбие деген бағдарламаның ішінде осының бәрі бар. Бәрін аштым. Мысалға, отбасында не істеу керек? Бізде былай болады, обычно. Біз айтамыз, идея жақсы. Бірақ соның орындалу тетіктеріне көп көңіл бөлмейтін сияқтымыз да. Мен соны аштым жаңағыдегі. Балабақшада, отбасында, балабақшада, мектепте айтады Аллаға. Мен айтайын деген осы. Ол өте, ол енді мектепте де ол нені тәрбие сағаты өткіңізде деңгейіне өтесің, бастауыш класс дейді, 5-ші классқа дейін бе, одан 9-ші классқа дейін сондай нәрсе болайын алайында. Біз жастарды андай-мындай дейміз, жоқ, жастарды тұрған ештеңе жоқ. Әңгіме бізде. Біз өзімізді аламыз. Анау яссауидің хал ілімінде мынандай өзінің ілімінің 2 тұжырымы бар. Бірінші айтады, сен өзіңді таны алдымен дейді. Сонда сен Алланы танисың дейді. Екінші тұжырым, мынау өлім өтірік өл дейді. Алла Тағаланың алдына барамыз ғой бәріміз. Сол кезде Алланың алдына бәріміз жауап береміз. Сол жауабыңды қазір өзің ал дейді. Мынау бізде Қазақ Түрік университетінде, Халықаралық университетінде Досай Кенжетай деген үлкен ғалым бар, профессор. Мен ол кісіге басым деймін. Ол кісінің әрбір шығармаларын оқыған сайын бір керемет бір рухани байытқа алады сөзін. Сол кісінің сондай кісілердің шығармаларын мына біздің жаңағыдай ұстаздар, мектептің мұғалімдері, мен бір мектептің директоры мұғалімдердің көбісі ағай дейді, маған уақытым жоқ дейді. Біреу айтты, ағай жоқ, уақыт бар деді. Енді бірақ ынта керек та. Біраз мәселелер айтылды. Енді біз жаңағы өзіңіз ұсынып отырған жобаны, жалпы осы тәрбиеге қатысты дүниені біз Түркістан газетінде де арнайы жариялайтын боламыз. Өзіңізден алып, бұны енді оқырмандарымыз бар біздің Түркістан газетінің. Оқып отырып танысатын болады. Енді мен осыны бір тағы қорыта келгенде тағы бір тетікті айтқым келіп отыр. Қазір жастардың қолында, жастар емес, осы мектеп жасындағы жасөспірімдердің қолында, балабақшада тіпті
Барлық баланың қолында смартфон бар десек болады. Бұл да кәдімгі тәрбие құралы. Бұрындары мысалға телеарнаға, ақпарат құралдарына, газеттерге, радиоларға кішкене көңіл бөлуші едік. Сонда дұрыс, мәнді, мағыналы дүниелер берілсе дейтін едік. Ал енді қазір балалардың қолында телефон, TikTok әлеуметтік желісі бар. Тағы қандай, Instagram мысал үшін. Көпшілігі сонымен де тәрбиеленіп жатыр. Ол жерде тек қана біздің осы Қазақстанның көлемінде емес, оларда әлемдегі түрлі белгілі адамдар, белгісіз адамдардың бәріне қол жетімді. Біреу теріс қылық көрсетіп жатыр ол жерде. Осыған қатысты не айтасыз? Осы мәселе біздің осында еңбектерді түбінде аяқ асты қылмай ма? Еш кетірмей ма? Енді бізде бүйтіп жатыр да, қолдан алып қою керек, үйту керек, бүйту керек деп жатыр. Ол енді бұл енді қиындау нәрсе болмас, қолдан алып қою. Мен ойлаймын, сол TikTokқа, жаңағы неге, интернетке, соткаға салатын материалдардың негізгі көлемі рухани тәрбие беретін тақырыпта болу керек. Осыны жоғары жақта бір тәртіпке келтірсе деймін. Андай жағымсыз нәрселер, жағымсыз нәрсені жаңағы алып тастаса, жағымды тәрбиелік мәні бар нәрселерді көп саса деймін. Мысалға, мен неге мысалға синергетикалық ұлттық тәрбиеде бақ құралдарында мен кіргіздім. Мысалға, өткенде Алматыда мен Ыстықұя деген кино көрдім. Керемет, дүниеге таласып, жаңағы көрген адамдар біледі, ақырында шешесін өлтіреді. Инфаркт болады шешесі. Жаңағы. Сонда көрдіңіз ба, біз балаларға тәрбие беретін осындай керемет құнды фильмдерді түсірсек, соны көбейтсек, бір кезде қарасам, артында бірнеше жас қыздар, балалар жылап отырды, қарасам, жылап отыр екен, қарасам, жастар, Аллаға шүкір дедім, жастарымызды түсінеді екен дедім. Кәрі жыласа мақұл ғой енді, жастардың жылағаны қуандым мысалға да. Бұл жақсы нәрсе. Міне, біз сөйтіп солар салуымыз керек. Енді қараңыз, мен дінді де кіргіздім. Білесіз бе? Ол ислам діні, кез келген ұлтты, кез келген қоғамды бақытқа апаратын кілт деп өзім түсінемін. Қараңыз, ислам дінінде тәрбиені қалай береді? Ислам дінінде тәрбиені заңмен емес, ар ұждан арқылы береді. Ар ұждан арқылы береді. Ал енді қараңыз, сол тәрбиені алатын, алуға алған ниетіңді, пейіліңді, ықыласыңды, да, мысалы да, айқаймен күшпен емес, біз балам оқы деп ұрсамыз кездеміз, айқаймен күшпен емес дейді, жәндегі. Мейіріммен ықпал етеді. Мейіріммен. Ал енді соған тәрбиені алатын жолды хикметтермен бағыттайды. Бұл керемет нәрсе. Мен енді қараңыз, мен мынау имамдар бар, мешіттердегі, солар өзінің жаңындегі, дұрыс қой олар керемет, өзінің жаңындегі жұмыс істеу несіне, мына біздің рухани тәрбиеге өздерінің несін бейіндесе деген мақсатта. Мінекей, сондықтан жаңа мен дінді де берді кіргіздім. Ақпарат құралдығы ол керемет. Қазір бәрі оны көреді. Сондықтан ақпарат құралдардың жұмыс істеу бағытын, мазмұнын осы тәрбиеге бұру керек. Айтайын дегенім. Енді бұл айтып отырған синергетикалық деген нәрсе, бұған енді қараңыз. Жоғарыдағы отырған сол кісілер араласу керек. Мен айтайын деген, бұлай мен ойладым. Мысалы, оқу ағарту министрлігінің жанынан бір штаб ашу керек. Ұлттық құндылықтарды тәрбиелейтін штаб. Оның құрамында мысалға кеңес ба, енді әркім өз атауына ата берер енді. Бірақ негізгі мақсат мынау мектептерде, оқу орындарда, балабақшаларда жаңдегі осы тәрбие жұмысын үйлестіріп, дұрыс бағыт жүріп жатыр ғой енді. Бірақ үйлестіріп, соның нәтиже жоғары деңгейде болуы керек. Осында. Ал енді мына өзіміздің өңірлік неде. Мысалға да жаңдегі синергетикалық штаб ашсақ ба деймін. Мен бұны әкімге айтам, құда қаласа. Сонда оның құрамына кімдер келеді десеңіз? Оның құрамына жаңдегі бүкіл салалардың адамдар, өкілдері келеді. Сөйтіп, біз жаңдегі өзіміздің мысалға Түркістанда балабақшадан бастап, мектептерде,
колледждерде тәрбиешіміз қалай жүріп жатыр? Соған біз анализ жасауымыз керек. Одан кейін оның біз жәндегі баға беретін критериямыз жасауымыз керек. Біз көбіне бастаймыз да нәтижесіне көңіл бөлмеуіміз керек. Бастадық па? Бастаған кезде қандай біздің жағдайымыз? Бір жылдан кейін қандай болды жағдайымыз? Оның критерийлері болады мысалға. Жәндегі анау азаяды, мынау азаяды, жағымсыз нәрсе азаяды. Міне, значит, біздің атқарып жатқан жұмысымыздың нәтижесі жақсы деген сөз. Мен ойлаймын, мына жәндегі менің түзген жәндегі синергетикалық ұлттық тәрбие бағдарламасы, мен ойлаймын, өміршеңдік деп ойлаймын. Біз осыны былайша айтқанда бәріміз бірігіп істеуіміз керек. Мен айтамын кейде, осы қайсымызға не жетпейді дейміз. Мен өйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын. Біз қазақтың ауруы ғой жаңағыдегі дегендей де біздің мақсат, бағытымыз бір болу керек, айналайын. Бұл өте жауапты тірлік. Әрбір ұлтым деген адамның бір бұл парызы. Бірінші, Алла ырза болсын. Екінші, бабаларымыздың аруағы рух ырза болсын. Үшінші, өзіміздің арымыз ырза болсын. Міне, біз осы нәрсені ал. Анау баяғыда айтады, бетеді. Алла Тағала дейді, нәпсімді дейді, бабаларымыз мына деп ата береді деген. Тілей деген Алла Тағала. Алла Тағала дейді, нәпсімді ширктен аман сақта дейді. Ширк деген сөз үлкен, ол күнәнің үлкен енді. Мысалы Алла Тағала теңейді. Көрдің бе? Алла тілейді бабаларымыз. Алла Тағала нәпсімді ширктен аман сақта дейді деген. Алла Тағала жүрегімді риядан аман сақта деген. Рия екі жүздік деген сөз. Кейде осы бір байқап қаламыз. Сөзі басқа, ісі басқа. Соны рия дейді, екі жүздік дейді. Үшінші, Алла Тағала дейді, әрбір істеген амалымды дейді, ойлаған ойымды дейді, қойған мақсатымды дейді, пейілімді дейді, өзінің ризашылығына болатындай таза етіп берші дейді екен. Не деген сөз? Бұл керемет қой айналайын. Былайша айтқанда мен айтайын дегенде, әрқайсымыз қандай бір ой ойласақ та, мақсат қойсақ та, бір нәрсені істесек те, сол біздің Алла Тағаланың қалауымен үндесіп жатса, оның нәтижесі болады. Біз осындай нәрселер жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Менің синергетикалық мынадегі түзген бағдарламаның негізгі мазмұны осыған келіп тіреледі. Бұның менің берде өзегі Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімі. Енді оны өзі таным деген болады оны. Қожа Ахмет кім айтады? Досаке жетеді. Таным дейді шексіз дейді. Таным деген шексіз дейді. Баяғыда мысалға кеңес одағы кезінде қараңыз. Бізде мынау былай танымды бетеді. Алла Тағала дейді, әлем дейді, адам дейді. Үшеу. Союз кезінде дейді, атеизм жүргізді ғой. Сол кезде дейді, кез келген ақиқатқа дейді, ғылым арқылы жетесің деп айтқан дейді. Кез келген ақиқатқа ғылым арқылы жетесің. Сөйтіп дейді, анау ғылымды бастық қойды дейді, Алла Тағаланы тастады дейді, адам жаңағы кемел. Анау Яссауидің философиясында айтады, өлшем дейді. Өлшем дейді, мысалы айтады, сопылардың негізгі өлшемі Алламен өлшем екен. Өзін Алламен өлшейді екен. Алла қандай, мен қандаймын деп. Аллаға жете алмайсың ғой сен, өмір бойы өтесің. Алайды, мен Алланың алдында нәзікпін, Алланың алдында мен мұқтажым дейді екен. Ал енді біздің қоғамда, байғайсыз ба, кейбірде өлшемді адаммен өлшейді. Қайсы, бүйтіп қарайсың. Ананың велосипедімен жүр ғой дейсің. Мен жеммен жүрмін ғой дейсің енді. Мен одан зор екенмін ғой дейсің. Значит, сізде не пайда болады? Сізде көкірек пайда болады. Көкірек, тәкаппарлық болады. Тәкаппарлық болады. Сөйтесің, анаған бүйтіп қарайсың жаңағыдай. Амандасқанда да бүйтіп қолыңды бересің де бүйтіп қарап, аяқты бүйтіп қарап тұрасың. Біреулерді кейде көріп қаламыз. Қолын беріп аламыз, бір қарап тұрады. Менсінбе дегенсіз ол. Ол жақсы нәрсе емес. Ал Яссауи ілімінде, мен неге Яссауи ілімін мысалы өзегі деп алып отырмын? Яссауи ілімінде вот ана топыраққа тегіне кейде адам, сопыларды да. Яғни мысалы сіз өзіңізді Алламен өлшесеңіз, Алланың жетемін деп мысалы бір қоя, өмір бойы жаңағыдегі өзіңізді ешкімнен жоғары санамайсыз. Ана Сократтың несі бар ғой, мен бір нәрсе көзім жетті дейді. Мен де ештеңе білмейді екенмін дейді. Анау сонда айтады, анау не дейді? Мен дейді Алла Тағалаға мұқтаж екенмін дейді. Ал сол мұқтаждығым дейді, мен ендіген байлығым дейді. Былай қарап тұрсаңыз, өмірде небір күшті нәрселер нәзіктік шешеді.
мейірімділік шешеді. Мысалы ғана кішкентай немерелерімізді көрсек, жаңағыдегі алдында жүгіріп, нағып қойса жуып, аяқ киіп жатамыз. Күшті болсақ та немереміз әлсіз, бірақ оған жаңағыдегі нағып жатамыз жаңағыдегі. Қараңыз ба, әлсіздік ана күшті жеңіп жатыр. Кейбір жігіттеріміз жаңағыдегі келіншегі әлсіз ғой, әйел әлсіз ғой былайша айтқанда. Сол әлсіздің алдында басын иіп, қартайған әкесі мен шешесін қарттарына беріп жатыр. Қараңыз, сонда анау әлсіздік деген жеңіп жатыр ғой ананы. Мынандай здоровый жігітті жеңіп жатыр ана әйелі. Бірақ ол қандай әлсіздік? Сұрақ туады да. Мынау өзіңіз қазір қоғамдық ұйым ғой енді, ақсақалдар мен билер алқасы. Бұның да мақсаты, негізгі мақсаты осы тәрбиеге, ұрпақ тәрбиесіне арналады. Бұл ұйымның да. Одан кейін ақсақалдар алқасының жұмысы. Көріп келе жатырмыз, хабардармыз жұмыстарменен. Енді осы ұйымдарға қатысты айта кетесіз ба? Әсіресе бірінші, өзіңіз төрағалық ететін ақсақалдар мен билер алқасында кімдер бар? Ақсақалдар кім, билер кім? Олар қазір біздің осы Түркістан қаласының аумағында қандай жұмыстар атқарып жатыр? Мынау билерді баяғыда, мына билердің тарихын оқып отсақ, билерді халық сайлаған. Өңірді сайламаған, оны патша, хан сайламаған, халық сайлаған. Халықтың көңілінен шыққан адамдар болған. Билердің негізгі мақсаты мынау елдің бірлігі. Абайдың ана бір 7-ші қара сөзінде несі бар? Бүйтеді. Қазақта мынандай мақал бар дейді. Өнер басы бірліктен, ырыс басы тірлікте деген мақал бар дейді. Соны Абай былай сынайды. Бірлік деген дейді, бірлік деген ол қайда бірлік болу керек дейді. Бірлік ақылда болу керек дейді. Керемет сөз, қараңыз. Бірлік ақылда болу керек дейді. Біз анау немен, дүниемен, ындай-мындай емес, ең басты бірлік ақылда болу керек дейді. Сол мысалға қараңыз. Біздің мысалға билердің негізгі мақсатымыз кез келген мысалға мәселелерді сотқа, неге, полицияға жібермей шешу керек. Өзіміздің жаңағыдегі арамызда шешу керек. Мысалға мен айтам, әр осы билер өте жаңағыдегі көңілге қонатындай істеп жатырмыз ғой енді. Бірақ сонда кез келген мәселені арасы ұшықтырмаймыз. Моменталды шешеміз оны. Ең басты нәрсе қазіргі мына жастардың ажырасуы. Көрдіңіз бе? Соларға ақыл айтатын әкесі, шешесі қалай? Міне, біз осы нәрсені тоқтатуымыз керек. Мынау бізді құртатын ажырасу. Өмірде жетім бала пайда болады. Жетім бала. Ол жетім баланың тағдырына кім жауап береді? Ол баланың психологиясына өте қатты әсер етеді. Өткенде бір неде мені сұрады. Мынау ер баланың тәрбиесі қалай деп. Көрдіңіз бе? Қазір сонда орынды пікірлер айтылды. Қарасаңыз қазір мектептерде мұғалімдердің көбісі әйел кісілер. Ажырасқан баласы кімде қалады? Шешесінде қалады. Тағы да әйел кісілер. Осының бәрі баланың жан дүниесіне әсер етеді. Біз билер сондайды болдырмауымыз керек. Бар күш жігеріміз соған салуымыз керек. Ана бөтендікті істей береді. Мынау бізде қайырымдылық жұмыстар жүргіземіз біздерде. Ол жақсы. Кез келген сауапсыздың бәрі қайырымдылық. Тек қана анау жаңағыдегі продукт тарату емес. Сондықтан қайырымды істердің қайсысы сауапты? Біз соған көңіл бөлуіміз керек. Мен айтар едім, осы біздің қайырымдылықтың көп нәрсесін біз тәрбиеге бөлуіміз керек. Жаңағыдай айтып отқаным жаңағыдай. Мектепте тәрбие сағаттарына бөлейік. Ол кезде біз болашағымыздың бақытын көреміз. Міне әңгіме осында болу керек. Біз бөлінбеуіміз керек. Ойбай, мен мысалға ақсақалмын, мынаны істедім, ардагерімізден мынаны істедім, сен ананы істедім. Мен ойлаймын, біз ол істеп жатқан әрбір ісімізді мақтану үшін емес, атымызды шығару үшін емес, ол мақсат істемеуіміз керек біз. Әрбір істеген ісімізді өзіміздің парызымыз, Алла Тағаланың аманаты, бабаларымызды аманат деп түсінуіміз керек. Бізді құртатын осы. Ойбай, анандай істеп қойды. Менің атым деп ата алмай кеткен жерде. Деген мәселе, айналайын.
Сондықтан кейде көріп, кейде қарның ашады. Мен айтайын дегенім осы. Біз бағыт бағдарымыз солай болу керек айналайындар. Бір 9 жасар бала, Қойгүлік деген бала, Төле би ағамыз қартайған шағы екен. Келеді, ата дейді, мен сізге сәлем беріп кетейін деп келдім дейді. О, кел айналайын дейді. Бата берейін бе, әлі өсиет айтайын бе дейді. Сонда қараңыз, 9 жасар бала айтады. Ата дейді, ат берсеңіз бір күні жасы келіп өлер дейді. Тон берсеңіз тозар дейді. Сіз маған дейді, өлмейтін де, тозбайтын да дейді, өсиет ақыл беріңіз дейді. 9 жасар бала. Қазір 9 жасар бала ол жыланның аңын зорға дейді ғой мысалға. Сонда жаңағыдай бабамыз айтқан екен. Балам деген екен, атасызға ата бол, батасызға бата бол. Арып ашқан ғаріптің жел жағына жота бол дейді. Панасызға пана бол дейді. Кек сақтамас бала бол дейді. Кек сақтамас. Бізге қазір біреуге бірден айтып қойшы, ол үстіне жаңағыдай ғана блогерлер жібереді, ой, арыз жаздырады, үніңді өшіреді. Сонда панасызға пана бол дейді. Кек сақтамас бала бол дейді. Дос сүйсініп дейді. Дұшпан сыйлайтын, асу бермес дана бол дейді. Қара, сонда дұшпаның сені не үшін сыйлайды? Сенің бойындағы адами қасиеттерін сыйлайды. Бойындағы киелі қасиеттер ғана мәңгілік болады. Айналайын мәке, қалған бәрі мәңгілік емес. Көріңіз бе мінекей, біздің бабаларымыз қандай болған, біздің билеріміз қандай болған. Біз содан ауаны сондай болу үшін не істеуіміз керек? Танысуымыз керек, оқуымыз керек. Ізденуіміз керек. Бұл қоғамдағы нәрсе. Мына бізде қазақтың ауруы ол көремаушылық деген. Осы көремаушылық деген бәледен құтылуымыз керек. Мен осыны айтар едім. Егер осындай жобалар өзіңіз сияқты елге жан ашитын, осы елдің болашағына алаңдайтын азаматтар, қарияларымыз, аға буын өкілдері көшті бастап жүрсе, оның соңынан жаңа арбаның алдыңғы дөңгелегі қайда жүрсе, соңғы дөңгелегі солай жүреді дейді ғой. Сол сияқты болар еді ғой. Сондықтан біз енді сіздің ісіңізге табыс тілейміз. Рахмет. Егер эфирде тағы да алып қосатыныңыз болатын болса, бізде енді көпте уақыт қалған жоқ. Қазір әлеуметтік желінің пайдаланушылардың көпшілігі қысқа нұсқа бейне көріністерге, қысқа сөздерге үйір болды. Көп нәрсені бір 20-30 секундтың ішінде тыңдаса тыңдады, тыңдамаса қоя салады. Сондықтан енді қазір біздің мынау болған сұхбаттарды біз енді сіздің жаңағы әрбір сөздеріңізді ықшамдап, кейбір жерлерін қырқып, сөйтіп қысқа нұсқаларын жасаймыз видеоның. Сөйтіп әлеуметтік желіге таратамыз. Мен бұны әдейі айтып отырмын мына эфирдің алдында. Сөйтіп осы отырған отырысымызды, осы әңгімеміздің сілтемесін салып, жаңағы YouTube арнадағы сілтемемізді, жаңа қысқа видеолардың астына сілтемені қойып, сөйтіп осы желіде жария қыламыз. Содан ары қарап кіріп көреді екеуміздің әңгімемізді, осы болған сұхбатты ел жұрт танысады. Мәке, мынау мен сізге аға буын ретінде рахмет айтқым келіп отыр. Қазір қарасақ көп адамдар газет оқымайды. Өткенде мынау конгресс қолда кітап көрмесі өтті. Мен барып, біздің дамудың қазір басқармасы Болат Жанайбыл, ол жүр, екеуміз кітап алдық біраз жәндегі. Айтайын дегенім, қарасам, жастар көп екен. Қарадым, жастар жәндегі. Аллаға шүкір едім, ойымда кітап оқитын жастар бар екен дедім. Мен мына парап кітапханасына барып кілең кітап оқып алып тұрам жәндегі. Ол жерде жастар отырады. Яғни деген сөз былай ғой. Адам осы негізінде жақсы нәрсе ойлау керек, жақсы нәрсе айту керек, жақсы нәрсе армандау керек. Бізде қазақта бір керемет қана сөз бар ғой, жақсы жарым ырыс дейді. Біз жақсылықты көре білуіміз керек, бағалай білуіміз керек. Оған қолымыздан келгенше біз жәндегі ары қарай жәндегі өсуіне, өрбуіне біз көмек беруіміз керек. Мен неге сізге айтып отқаным? Сіз қараңыз, осындай өзіңіздің мысалға жалақыларыңыз аз болса да, мынаны қарап отырмын мысалға, сонда да уақыттарыңызды бөліп, қымбат уақыттарыңызды бөліп, бір сондай бір өте бір сауапты істеп отырсыз, сауапты іс жасап отырсыз. Міне, бұл деген тәрбие береді. Енді мен айтайын дегенім, нелеріңіз бұдан да жәндегі өсе берсін. Халыққа айтарым, біз
осындай мынау мәні мазмұны өміршеңді нәрселерді көрейік, бағалай білейік. Сол айтайын деген айналайын. Мынау Құда қаласа біздің ұлтымыздың болашағы зор. Өткенде Досай Кенжетай менен бір о кісі менің ұстазым. Мен айттым, Досайға дедім, мені дедім шәкірт қабылдаңызшы дедім. Біз лекцияңызды қарайын дедім, және о кісінің шығармасын көп оқимын. Сонда күліп бір нені айтты. Мен соны қазір айта кетейінші. Түріктің бір ақыны былай депті. Кейде бір өмірде бір нәрсені көресің. Өте бір не адам сенбейсің де жәндегі, сенбейсің. Сөйтіп өзің бір уайымға кетесің. Сонда жаңа кісі айтыпты. Сен түсіндің жәндеген. Бірақ қалғандар оны түсінген жоқ. Сен өзің түсіндің ме дейді жәндегі. Сен онда дейді, өзің соны дейді, анау тұңғиыққа дейді, ұйыққа дейді. Сен өзің ғана кет дейді. Жұрт алып кетпе дейді. Алып кетпе дейді. Сен өзің түсіндің, ана нәрсенің өмірің қандай екенін, жаңағы көріп тұрған нәрсеңді, сен дейді өзің кет тұңғиыққа. Жұрт алып кетпе дейді. Бірақ олардың дейді үмітін өшірме дейді. Үмітін өшірме дейді. Қандай сөз? Кейде біз бір нәрсені көрсек, ой деп айқайлап айтамыз, ойдай да мындай деп жаңағы үйту керек, бүйту керек деп шығамыз жәндегі. Сен көзің жетті ме анаған, өзің үндемей өзің кетсе, суға кеткен тал қармайды дегендей. Талда өзің қармай бер, сен жан жағыңды қармама, олардың үмітін өшірме. Міне, біз анау айтады, үмітсіз шайтан дейді. Үміт тек қана шайтанда болмайды деген. Алланың пенден бәрі үміт болады деген. Сондықтан жақсы нәрсе ойлауымыз керек, жақсы нәрсе армандауымыз керек, болашаққа сүйреуіміз керек. Мың өлім мың тірілген тек қана қазақ, ұлттың ішінен тек қана қазақ. Неге біз өлмедік? Ойлайсың ба? Себебі біздің бабаларымыздың ұлттық құндылықтары ислам дініне негізделген. Біздің танымымыз, сеніміміз, болмысымыз солай. Сондықтан біз Құда қаласа алдымызда жарқын болашақ бар. Бірақ анау кім айтады? Абай бізді қазақты құртатын дейді, шүкір деген сөз дейді. Көрдіңіз бе қандай? Біз Аллаға шүкір дейміз, шүкір деген жақсы дейді мағына. Бірақ ол кісі айтады, біз шүкір деген біз анау жайбарақаттылық бізді құртатын дейді. Мысалы дейді, анау атың салып, ат неге жарысқа түсіп барасың дейді, артыңа қарасаң 5 ат келе жатыр дейді. Мен артымда 5 ат бар екен, мен алдым деген шүкір деп алдында ана осы парақ 3 атқа қарамайды дейді. Ол деген көрдіңіз бе қандай? Біз Аллаға қарауымыз керек. Анау 3 ат неге мен алдымда келе жатыр? Неге мен озбаймын? Деген болу керек. Сондай мақсат болу керек. Талпыныс болу керек. Айтады анау адамның ең жауы дейді, надандық дейді, арсыздық дейді. Жоқ, залымдық дейді. Қандай айтып отыр? Сен жаңа үшеуі сенде болса, сен кімсің сонда? Сондықтан мен айтайын дегенім, мына аға буын біздер, мектептің мұғалімдері, оқу ағарту ісінде жасап жатқан адамдар, отбасылары осындай нәрселерді оқыса, жәндегі, оның уже танымы өзгереді, көзқарасы өзгереді, содан барып оның болмысы өзгереді, өмір сүру тәртібі өзгереді. Міне. Сөйтіп қоғам түзеледі дейсіз ғой. Қоғам түзеледі. Мінекей, анау адал отбасы, адал адам, бірінші адал адам болуың керек. Одан кейін адал отбасы болуың керек. Одан кейін адал қоғам пайда болады. Біздің қазіргі саясатымыз сол отыр, адал қоғам дейміз. Адал қоғам болу үшін не істеуіміз керек? Вот, солай нәрсе. Олай болса, Қыдырәлі Оспанұлы, рахмет арнайы уақыт бөліп келгеніңізге. Алдағы уақытта бұл тақырыптарда мүмкін тағы да жиі жүздесіп тұрармыз осы студияда. Ендеше құрметті көрермен, ұрпақ тәрбиесі жалпы балалардың болашағы, ұрпақтың болашағы, еліміздің болашағы айналып келген кезде бұл тақырыптар алдағы уақытта да жалғаса береді. Бұндағы өзекті мәселелер немесе бұндағы жетістіктеріміз бұнымен ғана шектеліп қалмайды деп ойлаймын. Неге? Өйткені қазіргі заманның сұранысы, өсіп келе жатқан ұрпаққа деген талап арта береді. Сондықтан біз сіздермен қоштаспаймыз. Бұл тақырыпты алдағы уақытта да біз қозғай беретін боламыз. Келіңіздер, біздің Түркістан газетінің осындай шағын ғана студиясында ой бөлісіп,
көрерменмен қауышам деген әрбір азаматқа есігіміз ашық. Сау, саламатта болыңыздар.